Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі хабар тақырыбы Қазақстанның Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі рөлі. Ал енді биылғы жылы ерекшелігі, мынау 1 қаңтардан бастап Қазақстан қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болып тағайындалды, қызметін бастады. Ал енді осы қауіпсіздік кеңесі қай себептен құрылды? Жалпы Біріккен Ұлттар ұйымындағы ерекше рөлі бар. Мысалы, қауіпсіздік кеңесі, енді біз білетініміз 45 жылдан бастап құрылып, өз қызметін бастады. Оның құрылу себебі қандай және тарихы қандай? Адамзат тарихындағы алапат соғыстардың бірі екінші дүниежүзілік соғыс 45 жылы 2 қыркүйек айында аяқталғаннан кейін 23 қазан айында жеңімпаз мемлекеттер арасында, яғни бұл Ресей, сол кезде КСРО, Ұлыбритания, Франция, Қытай мемлекеттер арасында Біріккен Ұлттар ұйымының аясында қауіпсіздік кеңесін құру туралы шешім қабылданды. Бұл кеңестің құрылуының басты себебі бұл халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, яғни мұндай соғыстарды болдырмау жолдарын алдын алу үшін құрылған болатын. Ал енді негізгі мақсат міндетіне жетті ме осы қауіпсіздік кеңесі, қалай ойлайсың? Соңғы кездері әртүрлі әңгіме болып жүрді. Біріккен Ұлттар ұйымының бүгін қажеттілігі қандай? Керек па, керек емес па деген. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының президентінің соңғы сөйлеген сөзі келесі 100 жылдыққа Біріккен Ұлттар ұйымының, естеріңде болса, біз қандай нәтижемен келуіміз керек деген ұсыныс енгізді. Соған байланысты осы соңғы Қайрат Әбдірахмановтың барғаны, соған байланысты елбасы саяси жолдау жасады. Бұл Біріккен Ұлттар ұйымы керек. Бұған біз қолымыздан келген көмегімізді береміз деген ұсыныстар енгізілді. Оны айтатын ештемесі жоқ, бүкіл елдің дүниесінің барлығы білет. Ал мен айтайын дегенім, осы Біріккен Ұлттар ұйымы деген есімді кім берді білесіздер ме? Бұны Рузвельт берді. 45 жылы. Бұндағы мақсат не? Кім, қай мемлекет тұрмасын? Бір жерде бір ұйым болу керек. Бүкіл басшылар керек болса, үкімет басшылары, президенттер сол жерде отырып, жиі бас қосып, болып жатқан кейбір мемлекеттерде болып жатқан жағдайларға өздерінің көзқарастарын білдірсе деген ниетпен құрылған мәселе ең бірінші. Бүгін күні Біріккен Ұлттар ұйымдағы осы қауіпсіздік кеңесінің рөлі қандай? Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысына сәйкес қауіпсіздік кеңесінің негізгі функциясы ол бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып жүктелген. Сонымен қатар қазіргі әртүрлі әңгімелерге қарамастан Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі жалғыз алаң болып есептеледі, жаңағы ғаламдық деңгейдегі жалғыз алаң болып есептеледі. Сондықтан бүкіл мәселелерді, қақтығыстарды, шиеленістерді осындай ғаламдық деңгейдегі болған жағдайларды тек қана Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің ғана күші жетеді деп ойлаймыз. Сонымен қатар әрине өңірлік ұйымдардың да рөлі зор. Қауіпсіздік кеңесі тек қана халықаралық қауіпсіздік пен бейбітшілікті қамтамасыз етумен шектелмей, сонымен қатар кейбір тағы да басқа функцияларды атқарады. Ең бастысы соның ішінде Біріккен Ұлттар ұйымына жаңа мемлекеттерді қабылдау мәселесі. Ешқандай мемлекет Біріккен Ұлттар ұйымына қауіпсіздік кеңесінің ұсынысынсыз кіре алмайды. Мысалы, Палестина мемлекеті қанша жыл болды осы ұйымға кіре алмай жүр. Себебі әдетте Америка Құрама Штаттары деген мемлекет ол ұсынысқа өзінің рұқсатын бермей тұр. Сонымен қатар тағы қандай функциялары бар деп айтсақ, Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысын тағайындау. Бас хатшысын тағайындау мәселесінде ол жерде бас ассамблея, барлық мемлекеттер жиналған бас ассамблея бір дауыс береді, және қауіпсіздік кеңесі бөлек дауыс береді. Қауіпсіздік кеңесі, яғни былайша айтсақ, осы халықаралық ұйымның ең жоғарғы лауазымды тұлғасын, дүние жүзінің ең жоғарғы лауазымды тұлғасын сайлайды. Және тағы да бір мәселе, қауіпсіздік мәселелерінде және жалпы мәселелерде екі қыр бар. Саяси қыр және құқықтық қыр. Саяси қырын бізде қауіпсіздік кеңесі шешеді, құқықтық қырларын бізде халықаралық сот шешеді. Халықаралық соттың судьяларын да бізде қауіпсіздік кеңесі сайлағанда дауыс береді. Яғни тек қана саяси мәселелерді шешіп қоймас, сонымен қатар құқықтық мәселелерді шешетін судьяларды сайлауға да қауіпсіздік кеңесінің өзінің беретін дауыстары бар. Біздің телекөрермендерімізге осы қауіпсіздік кеңесінің мақсат міндеттері түсінікті болу үшін біз арнайы ақпарат дайындадық, экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Қауіпсіздік кеңесінің мақсат міндеттері өзіңіз осы толықтырып айтып берсеңіз.
әрине ең басты функциясы бұл жаңағы халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі. Сондықтан жаңағы қауіпсіздік кеңесінің шешімдері заңға міндеттеуші күшке ие. Сондықтан мысалы басқа шешімдерге қарағанда басқа енді ұйымдар бар ғой сол ішіндегі. Қауіпсіздік кеңесінің шешімі орындалу міндетті. Солай ғой? Иә, солай. Ұлттар арасындағы достық қатынастарды дамыту деген кезде мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарды күшейту, жақындастыру, егер шиеленістер болса, соларды шешу арқылы халықаралық тұрақсыздықты қамтамасыз ету, әлемдік дамуына өзінің үлесін қосу деп тануға болады. Ал енді мәжбүрлеу шаралары қандай болады мысалы? Мәжбүрлеу деген. Bir жағынан біз қауіпсіздік, екіншісі мәжбүрлеу. Бір-біріне қайшылық жоқ па бұл жерде? Қандай мәжбүрлеу шаралары бар? Біріккен ұлттар ұйымының жарғысының 42-ші бабы бойынша Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі тіпті қарулы күш қолдануға дейін әрекеттер қолдану мүмкін. Ол әрине ең бірінші шара емес, ол ең соңғы шара болып есептеледі. 39-шы бап бойынша ең алдымен қауіпсіздік кеңесі кез келген дау-дамайды қарастырып, оның агрессия актісі болып табылама, немесе халықаралық қауіпсіздік пен бейбітшілікке зияны тиюі мүмкін бе, соны зерттейді. Егер сондай тұжырым шығарса, алдымен тараптарға дауласушы осы мәселені бейбіт жолмен шешу туралы ұсыныс жасайды. Ол ұсыныс орындалмаса, уақытша қарулы күш қолданбай жасалатын шараларды енгізу мүмкін. Мысалы, агрессор мемлекетпен құқықты бұзып тұрған мемлекетпен дипломатиялық қатынастарды үзгізу, транспорт қатынастарды үзгізу, экономикалық эмбарго жариялау. Санкциялар. Санкциялар. Егер тіпті ол әрекет етпесе, ондай жағдайда мәжбүрлеу шаралары жасалуы мүмкін. Жалпы тарихта бар ма мысалы қауіпсіздік кеңесі қабылданған шаралар және ондай шаралар өз нәтижесін берді ма? Қауіпсіздік кеңесі мәжбүрлеу туралы 3 резолюция шығарған болатын, менің есімдегісі. Бірінші 1950 жылы Корея соғысында, Солтүстік Корея қауіпсіздік кеңесінің резолюциясын сақтамай, 38-ші параллельден оңтүстікке өзінің күшін енгізіп, тіпті Сеулды алып, оңтүстік Кореяның тек қана кішкентай аумағына қалғанда, сол кезде қауіпсіздік кеңесі әскер енгізіп, 38-ші параллельге дейін солтүстіктің әскерлерін жылжытып, статус-квоны қалпына келтірді, әскер кіргізді. Екі Корея қазір бейбіт өмір сүріп жатқаны сол қауіпсіздік кеңесінің шешімінің арқасында деп айта аламыз ба? Мүмкін, соның арқасында деп айтуға болады. Екіншіден, 91 жылдың басында Иракқа қарсы қолданылған шөл даладағы дауыл операциясы, ол кезде Ирак Кувейт мемлекетін басып алған болатын Саддам Хусейннің кезінде. Сол кезде алдымен қауіпсіздік кеңесі ескерту жасады, Кувейттің территориясын босатып әскерді шығарыңыздар деген. Болмағандықтан тағы да резолюция шығарылып, 20 шақты мемлекет коалиция құрылып, Кувейттің территориясын босатып берді. Бұлар енді бұл позитивті жағдайлар шығар, бір негативті жағдай. Ливиядағы соғыс кезінде ішкі, бұл жерде екі мемлекеттің арасындағы соғыс емес, ішкі азаматтық соғыс жағдайында қауіпсіздік кеңесі резолюция қабылдап, ол өте даулы резолюция болатын. Мысалы, Ресей қалыс қалды, Қытай қалыс қалды, ол жерде тұрақты мүшелердің екеуі бірақ қарсы болған жоқ. Мысалы, вето жасауға болар еді. Соның арқасында Ливияның территориясына әскер кіргізбей, оккупацияламай, бірақ сырттан қару кіргізбеу туралы және Ливияның аумағында ұшақтардың ұшуына тыйым салу, бесполетная зона деп айтады, ұшусыз аймақ құру туралы резолюция қабылданған болатын. Бірақ сол резолюцияның нәтижесінде, сол резолюцияны асыра пайдаланып, кейіннен жағдай ушығып кетіп, қазіргі жағдайға келіп тұрмыз. Біз енді өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз, мәжбүрлеу шараларын қабылдады. Және кейбір кезде ол өз жақсы нәтижесін берді деп айта аламыз. Кейбір кезде сұрақта туғызады. Мысалы, Иракқа қатысты шараларға Қазақстанда бір жағынан қатысты деп айтуымызға болады. Дегенмен де бұл Біріккен ұлттар ұйымының қолындағы бар құралы және ол құралды пайдаланып жүр. Енді мынау қалған біз функцияларын байқап тұрмыз. Халықаралық сот мүшелерін таңдау, бас хатшы және басқа да ұйым мүшелерін тағайындау туралы ұсынымдарын береді. Және Біріккен ұлттар ұйымының кіру және одан шығу ұсынымдарын қабылдау. Бүгінгі күні мысалы 193 мемлекет болатын болса, барлығы осы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі қабылдайды. Ал келесі қандай құрылымы бар қауіпсіздік кеңесі? Сол туралы біз арнайы ақпарат дайындадық. Экранға назар аударуыңызды сұраймын.
Біріккен ұлттар ұйымының құрылымы туралы және оның ішіндегі қауіпсіздік кеңесінің орнын айтып кетсеңіз. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеядан құралады. Оған ұйымның барлық 193 мемлекеті мүше. Жаңағы айтып кеткендей, қауіпсіздік және бейбітшілікті қамтамасыз ету бойынша орган қауіпсіздік кеңесі болып саналады. Біріккен ұлттар ұйымының ішіндегі басты орган деп айтуға болады. Одан басқа хатшылық кеңес деген болады. Ол жалпы ұйымның жұмысына көмектесу функциясын жүзеге асырады. Адам құқығы кеңесі, халықаралық сот, қамқорлық бойынша кеңес, экономикалық және әлеуметтік кеңес сияқты арнайы құрылымдар бар. Ал енді мынау қауіпсіздік кеңесі ішкі құрылымы, шешім қабылдау тәртібі қандай? Сол туралы біз ақпарат дайындадық, экранға назар аударуыңызды сұраймын. Осы 5 мемлекет неге олар тұрақты мүшесі болды? Қандай себептен? Тарихи қандай соған бір негіз болды? Қазіргі таңда қауіпсіздік кеңесінің құрылымы 15 мемлекеттен тұрады. Оның ішінде 5 мемлекет тұрақты мүше және 10 мемлекет уақытша мүшелік етеді. Бас ассамблеяның шешімімен 2 жылдық мерзімге сайланады. Жалпы бұл 5 мемлекет неге тұрақты десек, бұл 1945 жылы екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін жеңімпаз мемлекеттер қатары осы әлемдегі бейбітшілік пен қауіпсіздік сақтау үшін осы ұйымды құрғандықтан, осы мемлекеттер басты тұрақты мүше ретінде ұйымның мүшелігіне қабылданды. Бірақ қазіргі таңда ағамыздың жаңағы алдындағы ойын жалғастыратын болсам, Біріккен ұлттар ұйымының осы қауіпсіздік кеңесінің реформалау мәселесі көтеріліп жатыр. Әсіресе 90-шы жылдардан бастап. Неге? Өйткені өздеріңіз білесіз, екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін 60 жылдай уақыт өтіп кетті. Яғни қазіргі әлемдік конъюнктура өте шиеленісті және жаңа мемлекеттердің қосылу талабы тұрып тұр. Яғни 5 тұрақты мүшелікті 6-7 мүшелікке ұзарту. Алайда бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Енді қазақта бір сөз бар. Би екеу болса, дау төртеу болады дейді. Бізде би екеу емес, 15 болып тұр. Мысалы, 5 мықты алпауыт мемлекет, олар тұрақты мүшесі, өзгеріп тұратын 10 мүшесі бар. Енді осы жерде қалай шешім қабылданады? Бір ауызға келуге қиындық туғызбай ма? Мысалы, кейбір мәселелер, мысалы, әртүрлі көзқарастар болуы мүмкін. Сол туралы айтсаңыз. Бұл 5 мемлекеттің тұрақты мүшелерінің негізгі басты айырмашылығы вето қою құқығына ие болу. Яғни вето қою дегеніміз қауіпсіздік кеңесінің кез келген шығарылған резолюциясына осы 5 мемлекеттің біреуі қарсы болатын болса, бұл резолюция жүзеге аспайды. Мысалы, мынау Қытай, Франция, Ресей, Ұлыбритания, ақш кез келген мәселе бойынша, егер бір мемлекет осылардың арасынан қарсы болатын болса, ол шешім қабылданбайды. Кез келген шешім. Қосымша айтатын бір мәселе бар. Бұл қауіпсіздік кеңесінің басты бюджетіне негізгі ақша құятын бұл ақш. Яғни осы 5 мемлекеттің ішінде ақштың да өктемдігі жоғары екен, тағы айтып кету керек. Яғни бұл дегеніміз ақштың кез келген шешімге байланысты айтылған ойы көбінесе қолдау тауып отырады. Біз байқап тұрғанымыз қазір Қытайда күшейді, Ресейде қайтадан өз орнына келе жатыр. Сол себептен әрине жылдан жылға өзгереді. Бірақ осы 10 мемлекет демократиялық түрде таңдалады және 2 жылда өзгеріп тұрады дейміз. Шынымен де демократиялық түрде таңдалама, қаншалықты бұл жерде де әділдік бар мысалы. Тұрақты 5 мемлекет бұл қай континенттен? Соған байланысты басқа континенттен де мүшелер болсын деген несі. Сондай пікір болған. Енді мен жердем сіз жиі айтып отырсыз, вето деп қайта айтып отырсыз. Бұл жерде жиі соңғы кездері болып жүр. Соның ішінде Қытай Республикасы, Қытай Халық Республикасы кейбір көп мезгілдерде вето пайдаланбайды. Бірақ дауыс бермейді. Ол қалыс қалған деген сөз. Ол қарсылық білдіріп жатқан жоқ. Егер де қалған 10 мемлекет оған келісетін болса, ол шешім қабылданады. 10 мемлекет тұрақсыз мүшелікке кіреді. Олардың рөлі қалай сайланады сол туралы? Қауіпсіздік кеңесінің тұрақсыз мүшелерінің сайлану тәртібінде 2 критерий есепке алынады. Біріншіден, әділ географиялық өкілеттік қағидасы, және екіншіден, халықаралық қауіпсіздік пен бейбітшілікті қамтамасыз етуге үлес қосу қағидасы. Бұл жерде маңыздырағы біріншісі. Яғни Біріккен ұлттар ұйымы тұрғысынан қазір дүние жүзі 5 аймақтық топқа бөлінген. Біз Азия тобына жатамыз. Азия тобынан 2 уақытша мүше сайланып отыруға тиісті. Жыл сайын біреу ауысып тұрады. Биыл біз Қазақстан соған кірейін деп жатырмыз. Азиядан 2 мемлекет, Африкадан 3 мемлекет отыруға тиісті. Латын Америкасынан 2 мемлекет,
Сонымен қатар Батыс Европа және басқа мемлекеттер деген топ бар. Басқа мемлекеттер дегенде бұл жерде Австралия, Жаңа Зеландия, Оңтүстік Африка Республикасы деген сияқты дамыған мемлекеттер, олардың географиялық орналасуына қарамастан, олардың саясаты негізінен сол батыстық саясат болғандықтан олар барлығы бір топқа бөлінеді. Енді осы мынау 10 мемлекеттің дауыс берудегі орны қандай? Мысалы, қаншалықты осы алпауыт мемлекеттерге қарсы шығып, өз дегендерін жасата алады осы мемлекеттер? Бұл жерде біз нені есепке алу керекпіз? Қауіпсіздік кеңесінің кез келген шешімі қабылдану үшін 9 дауыс керек. 9 дауыстың ішінде 5 мемлекет, 5 тұрақты мемлекет қарсы болмауға тиісті. Мынандай бір қате жаңсақ ой бар кейбіреулерде. 5 ұлы держава, 5 тұрақты мүше нені шешсе, сол болады дегендей. Бірақ бір жағынан 5 тұрақты мүше қолдап дауыс берсе, бірақ тұрақты емес мүшелердің барлығы қарсы шықса, мұндай шешім қабылданбайды. Сондықтан кемінде 4 тұрақсыз мүше, 4 уақытша мүшеде қолдап дауыс беруге тиісті. Жалпы резолюция қабылдану үшін 9 дауыс керек. Сондықтан бұл жерде біздің мұндай уақытша мүшелердің қатарына өтіп жатқанымыздың әсері зор болады деп ойлаймын. Бізде халықаралық деңгейдегі құбылыстарға өзіміздің әсерімізді қоса алатын деңгейге жетіп жатырмыз. Қай жылдар сонда сайланады? Жалпы тұрақсыз мүшелер ауысу кестесі қандай? Жыл сайын ауысып тұрады, жыл сайын 5 мүше ауысып тұрады. Яғни біз мысалы 17 жылы кірдік, 19 жылы шығамыз. 18 жылы 5 мемлекет кетіп қалады, орнына жаңа 5 мемлекет кіреді. Ротация тәртібі болып тұруға тиісті. Құрметті телекөрермендер, міне қазір біз мынау қауіпсіздік кеңесін ерекше атқаратын рөл туралы. Және қауіпсіздік кеңесінде қандай күрделі дүниежүзілік деңгейде қабылданатын шешімдер туралы біз айтып кеттік. Соғыс бастау, бір мемлекеттерге эмбарго жасау, экономикалық санкция қабылдау, жаңа мүшелерді қабылдау, немесе Біріккен ұлттар ұйымының басшыларын қабылдау, халықаралық сотты тағайындау, барлығы осы қауіпсіздік кеңесінің шешіммен жасалады. Және Қазақстан бұл кеңес мүшесі болуы әрине бізге көп мүмкіншілік береді. Жақындарда Қазақстан қауіпсіздік кеңесіне кіру жайлы елбасы өз пікірін айтты. Экранға назар аударуыңызды сұраймын. Бұл кеңес Біріккен ұлттар ұйымының жарғысымен халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздіктің басты жауапкершілігі жүктелген тұрақты жұмыс жасайтын орган. Еліміздің оған сайлануы Қазақстанның халықаралық аренадағы беделі мен еңбегінің мойындалуы деген сөз. Біздің еліміз бейбітшілікті, қауіпсіздікті және орнықты дамуды жақтайтын тәуелсіздік жылдарының бәрінде де өзінің нақты істерімен дәлелдеп келеді. Оны баршаңыз білесіздер. Мысалы, Семей ядролық полигонын жабу және қуаты жөнінен 4-ші зымырандық ядролық арсеналдан бас тарту туралы шешімімізді бүкіл жер шары біледі және қолдайды. Бізге әлемдік қоғамдастықтың мұндай сенім көрсетуі мемлекетіміздің қарқынды дамуына және береке бірлігімізге де байланысты. Ал енді міне құрметті студия қонақтары, міне Қазақстан 2 жыл, 17-18 жыл толық осы қауіпсіздік кеңесі мүшесі болады. Және қауіпсіздік кеңесін енді біз толық пайдаланамыз деп есептеймін. Жалпы қауіпсіздік кеңесінде Қазақстан қандай бастама көтеруі мүмкін? Қауіпсіздік кеңесіне сайлану алдында Қазақстан жан-жақты бір күрделі мазмұнды сайлау науқанын жүргізген болатын. Әрбір мемлекетпен арнайы келіссөздер өткізіп, халықаралық деңгейдегі мәселелердің, көкейкесті мәселелердің маңыздылығына назар аударып, Қазақстан қандай үлес қосылатыны туралы көптеген талқылаулар болды. Соның нәтижесінде Қазақстан жаңағы сайлау нәтижесінде Біріккен ұлттар ұйымына мүше мемлекеттердің басым бөлігі Қазақстанға дауыс беруінің себебі де осыдан. Қазақстанның рөлі, халықаралық деңгейдегі рөлі, мемлекет басшысының саяси беделінің биік болуы, осының бәрі Қазақстанның сайлануының нәтижесі деп есептейміз.
Енді қандай бастамалар жасауымыз мүмкін? Енді біз қандай себептен сайланғанымызды айтып кеттіңіз. Әрине, осы жағдайды елбасы да айтты. Дегенмен де әр мемлекет тек қана ішінде отырып дауыс бергені пайдаланбайды, жалпы өзі бір бастамалар жасауы мүмкін. Қандай? Біздің бастама болсын, бөтен бастама болсын, менің ойымша біз бұл жерде кімді өкілеттеп тұрмыз? Кімнің ойын, кімнің мүдделерін қорғай аламыз біз бұл жерде? Әрине, ең алдымен біз өзіміздің мүддеміз қолдау керекпіз. Бірақ біздің артымызда бізге үміт артып тұрған кім дүниеде бұл жерде? Біз, менің ойымша, қауіпсіздік кеңесіне 3 деңгейде қатысып тұрмыз. Біріншіден, әрине, біз түркі мемлекетіміз. Біз түркі мемлекеті ретінде осы түркі тілдес мемлекеттерге бұл жерде мүдделерін қолдау керекпіз. Осыған байланысты Қарабақ мәселесін шешуге байланысты, яғни Таулы Қарабақты территориясын босату туралы мәселені көтергеніміз жөн деп ойлаймын. Екіншіден, біз тәуелсіз мемлекеттер достастығының мүшесіміз, бұрынғы посткеңестік мемлекетпіз. Және посткеңестік кеңістікте көріп тұрғанымыз соңғы жылдары Ресейдің экспансиясы өте қатты орын алып жатыр, және Ресейдің тоқпағынан таяқ жемей жатқан мемлекеттер кемде-кем. Қазақстан жалпы осындай мемлекет аралық бітімгершілік жасауға қаншалықты қауқары бар, қаншалықты мүмкіншілігі бар? Кешегі болып жатқан жағдай, Сирияда болып жатқан жағдай. Онда жаңа ініміз айтып кетті, сол мына Біріккен ұлттар қауіпсіздік кеңесінде Біріккен ұлттар ұйымы арнайы өздерінің елшілерін жіберейін жатыр. Аман-есен бәрі жақсы болып жатса, осы айдың 23 күні кездеседі деген ойымыз бар. Ол мына Сириядағы өзінің Асад пен олардың оппозицияларының басын біріктіріп, жаңа конституцияда өзгеріс енгізу, қабылдау, осыған байланысты әртүрлі жұмыстар жасап. Қоғам қалай қабылдап жатыр? Осы туралы біз арнайы азаматтардың арасында сұрау жүргіздік. Соның нәтижесін экранға шығаруларын сұраймын. Біз естідім, бірақ толығымен әлі ешнәрсе білмеймін. Негізі естігенім жоқ енді. Я естуім бар. Бұл бұрында мүше емес. Тұрақты емес ұйымға соған болып жатыр енді. Енді оны біз ақпараттан көреміз телевизорда. Қазіргі таңда тұрақсыз мүше болғанын жайлы ақпарат естімеппін. Міне, құрметті студия қонақтары, өздеріңіз байқадыңыздар, қоғам бұл жаңалық туралы естіген болар. Кейбіреулер біледі, кейбіреулер білмейді. Бірақ не үшін қажет екен, қандай бізге пайдасын түсіретін туралы біз қанша азаматпен кездестік, бірде-бір азамат бізге айта алмады. Сонда 17 миллионнан астам халық бүгінгі күні ішіндегі мемлекет қызметкерлер, сарапшылар бар шығар. Бірақ көпшілігі осы туралы білмейді. Мысалы, екі сөзбен айтқанда, біз осы ұйымға мүше болғанымыз қандай пайдасын алып келеді мемлекетімізге? Бірінші қаңтардан бастап қауіпсіздік кеңесінің тұрақсыз емес мүшесі болып келген Қазақстанның өзінің жұмысында негізгі басты басымдықтардың бірқатары бар. Солардың ішінде мысалы мемлекет басшымыздың бастамасы ядролық қарусыз әлем құру туралы бастамасы. Бұл Қазақстанның жаңағы ядролық қаруға қарсы қозғалысының лидері болып бастаған 90-шы жылдардан бастаған қозғалыстың нәтижесі. Оны әрмен қарай жалғастыру және Біріккен ұлттар ұйымының 100 жылдығына жаңағы қарусыз әлем болады деген мақсатты қойып отырмыз. Сонымен қатар басқа да терроризмге және экстремизмге қарсы күрес бұл мемлекетімізге тура ықпал етпесе де жанама әсері бар. Және бүгінгі күні бұл мәселелер шешпейтін болсақ, ертеңгі күні бұл проблемалармен бетпе-бет кездесуіміз мүмкін. Сондықтан біздің Қазақстанның саясаты проактивті сыртқа саясат болғаннан кейін біз көп қауіп қатерлерді алдын ала болжамдау және олардың алдын алу бойынша қызметті жүргізіп келеміз. Сонымен қатар айтып кететін жайт, біз Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің шеңберінде өзіміздің өңіріміз Орталық Азияға көңілді аударамыз. Бұл өте өзекті мәселе. Себебі мысалы Орталық Азия елдерінің дамуы көрші жатқан Ауғанстандағы жағдаймен тікелей байланысты. Егер де Ауғанстандағы жағдай жақсармаса, онда Орталық Азия мемлекеттерінің дамуына сұрақ туғызады. Сондықтан біз мысалы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Ауғанстан және Талибан бойынша санкциялық комитетінің төрағасы боламыз. Сол комитеттің шеңберінде және жалпы қауіпсіздік кеңесі жұмыс шеңберінде осы өңірдің дамуы бағытында жұмыс атқарамыз. Рахмет. Ал енді міне бұл сыртқы мәселелер. Ішкі біздің жағдайымызға қалай әсер етеді? Бізге келетін инвестиция көбейе ма? Жаңа жұмыс орындары ашыла ма?
мысалы сол жақ. Тікелей экономикалық әсер әрине бұл мүшеліктен туындамайды деп ойлаймын. Жалпы имиджге байланысты мен осы сөзге жалпы қарсымын. Біз бірдеңе болса, біз неге экспо өткізіп жатырмыз? Біз неге Азияда өткізіп жатырмыз? Біз неге қауіпсіздік кеңесінің тұрақсыз мүшесі болып жатырмыз? Ол Қазақстанның халықаралық деңгейдегі беделін арттырады. Біз қазақ өзіміз сондай бір беделшіл халықпыз да, бізге тек бедел болса болды, құр беделді ойламау керекпіз. Біз бұл бізге туындап жатқан жаңа мүмкіндікте осы мүмкіндіктерді, бұл саяси мүмкіндік. Бұл саяси мүмкіндіктерден экономикалық табыс табуды терең ойластыру керекпіз. Тікелей инвестициялар оның арқасында келмейді, бірақ кейбір мәселелерді шешіп алуға болады. Мысалы, біз қазір Еуропаға газ экспортына байланысты Ресейге толық тәуелдіміз, себебі Ресейдің құбыры арқылы жіберіп жатырмыз. Біз бұрыннан бері Каспий арқылы Баку, Тбилиси, Джейхан құбырын құрып, сол арқылы Еуропаға тікелей Ресейдің ортасындағы делдалдығынсыз сату мәселесін ойлаған болатынбыз. Бірақ оған бір кедергі бар. Кавказдағы жағдай, Қарабақтағы жағдай, Армения мен Әзербайжан арасындағы тұрақсыздық. Мысалы, біз сол жақта тұрақтылық орната алсақ, қауіпсіздік кеңесінде отырып сол мәселені шеше алсақ, біз сол құбырды салып, өзіміздің газымызды тікелей сата алатын едік дегендей. Осындай сияқты әр бағыттағы әр мәселе бойынша сол саяси шешім бізге қандай экономикалық әсер алып келе алады деген мәселені зерделеу керек деп ойлаймын. Бұл жерде тағы мынандай мәселе бар. Сізбен толық қосыламын. Жаңағы астарлап көп мәселені шешуге болады. Себебі енді біз қауіпсіздік кеңесі мүшесі болғаннан кейін жылына бірнеше рет әртүрлі мәселемен дауыс береміз. Дауыс бергесін әсіресе алпауыт мемлекеттердің өзінің қызығушылығы бар. Енді Қазақстан мына жағы Ресей, мына жағы Қытай, Америка бар. Мысалы, осы жерде осы шешім шығарған кезде әрине бұны астарлап жүргізетін саясат бар. Мысалы, сол жерде де біз пайдамыз болуы мүмкін ба? Екінші жағынан дауыс сату мәселесін жоққа шығармау керек. Дауыс сату мәселесі деген халықаралық қатынастарда әрқашан бар нәрсе. Енді тырнақша деп айтайық, дауыс сату. Мысалы, Қырымның оккупациясын, аннексиясын мойындаған, немесе Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаған Науру деген мемлекет бар. Науру деген мемлекет тынық мұхитында жатқан арал, 10 мың халқы бар. Олардың оған не қатысы бар? Венесуэла бар. Венесуэла тіпті Латын Америкасында жатқан мемлекет. Оның не қатысы бар? Ол жерде ол тек дауыс сату. Мысалы, бір өте қызықты жағдай бар. Біздің Алашапан ағайындарымыз, өзбектер 1990 жылдары Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Америка құрама штаттарының Кубаға жариялаған эмбаргосын алып тастау туралы резолюцияға дауыс берген. Сол кезде дүниеде 3 мемлекет қарсы болған сол резолюцияға. Америка құрама штаттарының өзі, Израиль және Өзбекстан. Яғни бұл жерде бізге де осындай мүмкіндік туындап тұр. Егер нақты бір мәселе бойынша біздің тікелей мүддеміз жоқ болса. Астарлы саясат ол ресми саясаттан қарағанда кейбір кезде күрделі. Мен жалғастырып жіберейін, осыған байланысты жақсы айтып кетті. Бүгінгі талқыланатын мәселе осы жақын арада Сириядағы жағдай. Бұда біз Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақсыз мүшесі ретінде де өзіміздің ықпалымыз болады деп мен ойлаймын. Бұл жерде ең үлкен мәселе менің өзімнің аңғаратын мәселем. Сирияда бүгінгі күнде 300-ден астам қазақстандықтар бар деген ресми хабар бар. Осы талқылаған кезде осы мәселе де көтерілуі мүмкін. Себебі бұл үлкен қауіп келтіруі мүмкін ертең елге келіп жатса. Ан жақта бейбітшілік өмір құрғаннан кейін мұнда келуі мүмкін болар. Міне осындай мәселелерді пайдасын тигізеді деп мен ойлаймын. Талқылап жатқан себебіміздің біреуі. Одан кейін жасыратын ештемесі жоқ. Біз үйдегі бір жағдайымызды білеміз ғой. Сыртта жүрсек біз ол жағдай не болып жатыр үйімізде? Біз білмейміз. Сол сияқты біз жағы 15 мемлекеттің ішіне кіріп, сол үйде болып жатқан мәселені талқыласақ, біз күнделікте не болып жатыр? Жаңа астарын айтпай-ақ қояйық. Болып жатқан, дүние жүзінде болып жатқан жағдайды біз біліп отырамыз. Біз енді пайдасын айттық. Бірақ бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Қандай қауіптер бар бізге? Себебі енді Қазақстан мемлекеті барлық мемлекеттермен тікелей достасу жүйесін қалыптастырды. Біз Ресеймен де доспыз, Қытаймен де доспыз, Америкамен доспыз. Енді мұсылман мемлекеттермен, түрік мемлекеттермен, Европамен, барлығымен. Ал енді
қауіпсіздік кеңесінде дауыс бере отырып біреулерін алдын кесіп ертең проблема туғыза алмаймыз ба? Қалай ойлайсыздар? Мысалы, бір Ресей мен Қытай бір-бірімізбен қақтығысып қалып, бір мәселеге қарама-қарсы қайшы пікір болатын болса, біз қалай шешім қабылдауымыз керек? Қалай ойлайсыздар? Мен осыған байланысты өзім көптен бері елбасы Нұрсұлтан Әбішевті қарап жүрмін ғой, күнделікті телевизорде кімді қабылдап жатады, қалай сөйлеп жатады. Бір күні Әзербайжан елінің басшысын қабылдап жатады, екінші күні Армения. Мен бірде рет көрген жоқпын біздің президенттің басын изген. Міне осының өзі үлкен дипломатия. Осы жерден егер осы нәрселерге біз мән беретін болсақ, біз бұл жерде қателеспейміз. Себебі біз тыңдау, әр мемлекеттің басын тыңдау ол біздің міндетіміз. Ал қалай жауап береміз? Ол бүгінгі Біріккен ұлттар ұйымының уставына байланысты. Солай жүру керек жұмыс. Ол устав туралы егер де біз бүгінгі анағанда келісім беріп жатсақ, мынағанда келісім беріп жатсақ, ертең мынау Қазақстан Республикасының несі тұрақсыз ғой, пікірі деген ой бұларға да жетеді. Енді сіз сөзіңіз басқаша айтсақ, тұрақсыз мүшесі болуымызға мүмкін, бірақ саясаты тұрақты болу керек. Солай ғой? Тамаша. Ал енді қауіпсіздік кеңесін реформалау жайлы қандай ойларыңыз бар? Қандай өзгерістер керек деп ойлайсыздар? Біз енді мен айта алмаймын, бірақ әртүрлі пікірлерді мен білемін осыған байланысты. Біріншіден мынау біздің тұрақты 5 мемлекеттің санын көбейту. Осыған байланысты әртүрлі пікірлер бар. Индия мемлекетін сіздер жақсы білесіздер, 1,5 миллиардта халқы бар. Или Бразилияны айтайық, әлде Индонезияны айтайық. Бұлардың барлығы бүгінгі 60 жыл жаңа айтып кетті ғой ініміз. 60 жыл уақыт өтті, өзгеріп талай тарихи өзгерістер болды. 50 жылда ел жаңа дейді, мүмкін кезіндегі дүниені өзгерту керек. Сол сияқты осында ұсыныстар жүріп жатыр. Оны енді болашақ бұл пікірді мен айтайын, мына Біріккен ұлттар ұйымына жылына бір рет бүкіл ел басшылары қатысу міндеттеген осындай ұсыныстар да бар. Себебі сонда көп нәрселер шешілуі мүмкін. Қазақстан Республикасы тұрақсыз мүше ретінде бірнеше ұстаныммен келіп отыр. Нақты осы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесін реформалауға байланысты. Ол қандай ұсыныстар? Біріншіден, халықаралық терроризмге қарсы желі құру. Қазіргі таңда ақш бастаған коалиция бар, бірақ халықаралық коалиция жоқ. Осы коалицияны бұн арнайы коалициясын құру туралы ұсыныс бар. Екінші ұсыныс Біріккен ұлттар ұйымының арнайы конференциясын құру. Бұл дегеніміз ағамыздың жаңа айтқан ойына сай келді. Яғни мемлекет басшылары тек қана тұрақты мүшелері ғана емес, басқа да мүшелері арнайы конференцияда кездесіп, қазіргі таңдағы әлемдік мәселелерді талқылауға алаң болса дегендей. Мұндай ұсыныстардың Қазақстан ұсынуының басты себептері қандай? Біз кезінде Біріккен ұлттар ұйымының 47-ші сессиясында президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Азиядағы өзара іс-қимыл және ықпалдастық туралы кеңес құру туралы ұсыныс жасаған тұғын. Бұл ұсыныс қабылданды, биыл 25 жыл толайын деп отыр. Мысалы, ол да арнайы алаң ретінде. Сол сияқты Қазақстанның, яғни өзінің тәжірибесі негізіндегі қойылған ұсыныстар болашақта осы 2 жылда егер қабылданатын болса, бұл қауіпсіздік кеңесін реформалауға біздің қосқан үлесіміз деп көруге болады. Қазақстан тұрақсыз мүше ретінде ұтатын туралы көп айттық, бірақ ұтылары да бар. Ол қандай? 25 жыл ішінде Қазақстанның басты сыртқы саясатының бағыты көп векторлық саясат. Міне осы көп векторлық саясат нақты шешім қабылдаған кезде қауіпсіздік кеңесінде сынға түсетін кез. Неге? Өйткені кезінде мысалы Қырым саясатында, Қырымдағы болған оқиғаға, басқа да оқиғаларда Қазақстан бейтарап позицияны қабылдаған болса, мына жерде не я, не жоқ, немесе қалыс қалды деген 3 позицияны біреуін ғана талдау керек. Тіпті қалыс қалды деген позицияның өзі Қазақстан үшін кей жағдайда оңтайлы болмауы мүмкін. Өйткені ол деген, мысалы, ақш мынандай бір саясат, немесе Ресей нақты бір саясат жіберіп отса, Қытай мысалы да, Қазақстан оны толық қолдамады деген сөз, кейіннен басқа да саяси жаңағы келіссөздерге әсер тиіп қалуы мүмкін. Бір нәрсеге көп назар аудармаймыз көбінесе. Осы тұрақты мүшелерді қарастырып жатқанда біз оларды шығыс мемлекеттері, батыс мемлекеттері, бұрынғы кеңес социалистік, бұрынғы капиталистік, еуропалық деп бөлеміз. Біз бұл жерде олардың өркениеттік, діни тәндігін қарастырмаймыз. Біз
қауіпсіздік кеңесіне былай қарайтын болсақ, ол жерде 4 христиан мемлекеті, 1 буддист конфуциан мемлекетін көреміз. Христиандардың ішінде католик Франция отыр, протестанттық Америка Құрама Штаттары мен Біріккен Корольдік отыр, православтардан Ресей отыр, христиандықтың бүкіл конфессиялары өкілеттенген. Буддизм, конфуциандық дін өкілеттенген. Бірақ 2 миллиардтай халқы бар ислам дүниесі қауіпсіздік кеңесінде тұрақты мүше деңгейінде өкілеттенбеген. Жоқ деп айтатын мүмкіндігі жоқ. Вето құқығы жоқ ислам дүниесінде. Сондықтан осы егер бір күні қауіпсіздік кеңесінің реформалау мәселесі туындаса, біз ең бірінші кезекте Бразилияны емес, Германияны емес, Индияны емес, басқаны емес, біз ең алдымен осы қауіпсіздік кеңесінде ислам дүниесіне бір тұрақты дауыс беру туралы мәселені қозғау керекпіз деп ойлаймын. Ислам конференциясы ұйым бар, сол ислам конференциясы ұйымына бір дауыс беру керек, өздерінің ішінде олар мүмкін 2 жыл сайын, 5 жыл сайын сайлап тұру керек. Қай мемлекет ислам дүниесінің атынан сыртқы аренада сөйлейді деп. Бізде осы ислам мемлекеттің арасында ауызбіршілік жоқ сияқты деп ойлаймын, ең біріншісі. Естеріңізде бар ма? Баяғыда елбасы осыдан 15 жыл бұрын бекен, 10 жыл бұрын ұсыныс енгізді Орта Азия мемлекеттерінің союзын құру туралы. Есімде ғой, Ал бірақ ондай ұсыныс басқа мемлекеттерден қолданылған жоқ. Оны мұны жаңа айтқан ініміз Өзбекстан қолдаған жоқ осы мәселе байланысты. Одан кейін қазір түркі әлемі үлкен, осы туралы үлкен жиі кездесіп тұрады. Бірақ та бұнда да әлі осындай ұсыныс жоқ шында да түркі әлемі бойынша да. Жаңа айтып отырған дұрыс, Иран ба, жаңағы ислам мемлекеттері өздері бірігіп, болашақта осы 5 мемлекеттің ішінде 6 мемлекет болып, ислам мемлекетінің біреуі квота ретінде кіріп отырса, бұны осы қауіпсіздік кеңесте талқылаған осындай ұсыныстарды жиі айту керек деп мен ойлаймын. Соның ішінде бүгінгі Қазақстанның тұрақсыз мүшесі ретінде осы ұсынысты енгізуге толықтай мүмкіншілігі бар. Рахмет. Алдағы жоспарлар қалай осы мүшеліктегі? Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің және жалпы ұйымының реформалау мәселесінің маңыздылығын сыртқы істер министрлігі түсінеді және Қазақстан бұл мәселеге қолдау көрсетеді. Сонымен қатар барлық талқылаулар ресми түрде ашық пікірталас ретінде жүргізілуі тиіс және барлық мүше мемлекеттердің консенсус негізінде қабылдануы қажет. Сонымен қатар Орталық Азия мемлекеттеріне келетін болсақ, қазіргі таңда бір-біріміздің мүдделерімізді, ортақ мүдделерімізді қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізіп келеді. Жаңағы сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахмановтың Нью-Йоркке барған сапары барысында тұрақты осы Орталық Азия және Ауғанстан мемлекеттерінің басшыларымен кездесіп, ортақ мүдделерді осы Қазақстанның қауіпсіздік кеңесінің шеңберінде Қазақстан және Орталық Азияның атынан өкілдік ететіні туралы ұсынысымызға қолдау білдірілді. Сонымен қатар бұрынғы министріміз Ерлан Ыдырысов Кабул, Душанбе және Ташкент қалаларына барып, сол елдердің басшыларымен кездесіп, Орталық Азия мемлекеттерінің жаңағы мүдделерін келісу бойынша келіссөздер өткізіп келген болатын. Жаңағы осы қазіргі 5 мемлекет Қырғызстан, Таджикстан, Өзбекстан, Түркменстан және Ауғанстан басшылары Қазақстанның ұсыныстарына, біздің елбасымыз жіберген жеке жолдаулардың хаттарына оң көзқарастарын білдіріп, осы жылы ортақ бір жұмыс істейміз деп жоспарлап отырмыз. Және келесі жылы 2018 жылдың қаңтарында Қазақстан қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етеді. Сол кезде біз жаңағы қауіпсіздік кеңесінің шеңберінде бір мазмұнды, кең көлемді бір талқылауларды жоспарлап отырмыз. Талқылаулар шеңберінде Орталық Азия мен Ауғанстандағы жағдайды талқылап, өңірдің дамуына көңіл бөлеміз. Арнайы ақпарат дайындадық. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының бюджеті қалай құрылады және соның ішінде сіз Қазақстан қанша қаржы кететіні туралы өз ақпаратыңызды айтсаңыз. Экранға назар аударуыңызды сұраймын. Біріккен ұлттар ұйымының өзінің бюджеті болады. Ол жаңағы мүше мемлекеттердің жарнасынан құралады. Әр мемлекет өзінің дамуына байланысты өзінің жарнасын салып отырады. Қазақстан да өзінің дамуына байланысты өзінің қаржысын Біріккен ұлттар ұйымының жарнасына салады. Мүше болсақ та, қауіпсіздік кеңесіне болмасақ та, ақша төлеп тұрамыз ғой. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне ешқандай ақша салмайды. Оған ешқандай ақша кетпейді. Қосымша төлем қажет жоқ. Қосымша төлем жасалмайды.
Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты бюджеті бұл ұйымға мүше 139 мемлекеттің жарнасынан құралады. Жаңа алдында айтып кеткендей басты жарна бұл ақш. Мысалы 2015 жылы ақштың құйған жарнасы 5,5 миллиард долларды құраған. Басқа мемлекеттер жаңа әріптесім айтып кеткендей өзінің дамуына байланысты, экономикалық дамуына байланысты арнайы жарналарын құйып отырады. Сондықтан жалпы қауіпсіздік кеңесі бұл тұрақты Біріккен ұлттар ұйымының 6 негізгі бөлімнің бірі болғандықтан бұған арнайы жарна қарастырылмаған. Ортақ, мысалы біз Біріккен ұлттар ұйымына биыл 25 жыл болады, 2 наурыз күні да 25 жыл бойы тұрақты төлеп отырған жарнамыз сол күйінде қалады деуге болады. Сондықтан бұл жерде ешқандай дұрыс, сонда рахмет. Бұл да маңызды мәселе. Осы ұйымға мүше болу бізге қаржылық ешқандай салмақ салмайды, бірақ әкелетін пайдасы өте көп. Біз жаңа айтып кеттік, геосаяси жағдайда, жалпы экономикалық байланыстарда мемлекетіміздің имиджін қалыптастыру және бізге қосымша инвестиция тарту мүмкіншіліктері болады. Сол себептен мен ойымша бүгін құрметті студия қонақтары осы тақырып бойынша жан-жақты пікірлерімізді айтты. Бұл ұйымға мүше болу Қазақстанға қажет екенін түсініп отырмыз. Екінші, әр Қазақстан азаматы тікелей болмаса да жанама пайдасын алады. Себебі бірінші кезекте ол тұрақтылық. Екінші кезекте жаңа біз айтып кеттік, терроризмге қарсы әрекеттер. Үшінші, біздің мемлекетті шетелде қабылдау жүйесі. Бізге жаңадан инвестор келу, жаңадан жұмыс орындары ашылу. Жалпы Қазақстан мемлекеттермен тиімді қарым-қатынас жасау үшін бізге әрине бұл өте қажет. Сол себептен мен ойымша Қазақстан осы мүмкіншілікті жақсы пайдаланады деген үмітіміз бар. Осымен хабарымыз аяқталды. Хош, сау болыңыздар.